Сәлем достар, біз бүгін адамзат өркениеті болашақта төтеп беру мүмкін болмайтын қауіптер туралы айтатын боламыз. Оған қазіргі қауіптер де ықтимал қауіптер де кіреді. Зерттеушілер адамзаттың жағдайын түзету үшін проблемаларды шешудің ықтимал жолдарын табуға әлі де уақыт бар деп санайды. Біздің тізімде айтылатын көптеген қауіптерден кейін ешқандай новопосит немесе валериан көмектеспейтін сияқты. 10-шы орында экологиялық апаттар. Ғалымдар жануарлар мен өсімдіктердің көптеген түрлері жойылып бара жатқанын бұрыннан ескертіп келеді. Біздің өмір сүру салтымыз және жануарлардың өмір сүру тәсілі күрделі екі жүйеге байланысты. Және егер олардың түрлері жойылатын болса, бұл болашақта және қазірдің өзінде де бізге теріс әсер ететін қайтымсыз процестердің катализаторына айналады. Территориямен шектелген экологиялық апаттардың өзі планеталық зардапқа әкеледі. 9-шы орында жаһандық жүйенің өлімі. Әңгіме осы салаларда қате шешімдер қабылдануында, жердің ресурстық базасының сарқылуының және әскери қақтығыстардың нәтижесінде әлемдік экономикалық және саяси жүйелердің күйреуі туралы болып отыр. Егер бұл жердің бір бұрышында орын алса, оның салдары планетаның қалған бөлігіне де әсер етеді. 8-ші орында жанартаулардың атқылауы. Адамзат тарихында экологиялық және техногендік апаттар туғызған ауқымды жанартау атқылаулары болды. Везувийдің атқылауы Помпей қаласы мен оның тұрғындарының өліміне әкелді. 3000 жыл бұрын Мино өркениеті жанартау атқылауы нәтижесінде өлді. Супер жанартау атмосфераға көп күлді лақтыра алатындықтан ядролық жарылыс нәтижесінде жерде климаттық өзгеру басталады. 7-ші орында жаһандық пандемия. Соңғы жылдары жаһандық індеттердің салдарынан адамзаттың өлімінің себебі туралы алаңдайтындар көбейіп кетті. Бұған дәлелі ретінде Азияда басталып бүкіл әлемге тез тараған құс тұмауының көптеген өлім жітін деп атауға болады. Сондай-ақ 2003 жылы SARS немесе ЖРВ-ді еске түсірген жөн. Тағы да 2019 жылдардағы COVID-19 індеті де бар. Бір ғажабы технологиялық прогресс, атап айтқанда аурулардың дүние жүзіне тез таралуына және миллиондаған адамдардың өліміне себеп болды. Егер адамдар мұндай жұқпалы ауруларды жиналмаса, оның планета тұрғындарының санын күрт азайтып жіберуі мүмкін. 6-шы орында астероидтың құлауы. 65 миллион жыл бұрын динозаврлардың өлімі туралы нұсқаулардың бірі үлкен астероидтың жерге құлауы. Зерттеушілер орта есеппен диаметр 5 километрге дейін астероид жерге 20 миллион жыл сайын түседі деген болжам бар. Мұндай апаттық салдарынан елдер өледі, саяси және экономикалық жүйелер тұрақсызданады, климат өзгереді және өмір сүру мүмкін болмайды дейді зерттеушілер. 5-ші орында ядролық соғыс. Бүкіл әлемде ядролық зымыран жүйелері орнатылған әскери базалар бар. Бұл елдер оның планетадағы сан азайтуға ұмтылуына қарамастан, соңғы жылдары Шығыс Европада ақш пен Ресей арасындағы шиеленіс Украина аумағындағы орын алып жатқан дағдарысқа байланысты күшейе түсті. Және бұл ядролық соғыстың бұрынғыдан да шынайы екендігіне көз жеткізеді. Егер бір адам түймені басса, онда әлем жойылады. Шабуыл нәтижесінде аман қалғандары ядролық соққыдан кейін қалыптасқан экологиялық жағдайда аман қалмайды. 4-ші орында климаттың өзгеруі. Соңғы 10 жылдықтарда климат күрт өзгерістерге ұшырады және зерттеушілер оларды адамзат үшін ең ауыр қауіптердің бірі деп санайды. Климаттың өзгеруі орын алса, бұл ашаршылыққа, құрғақшылыққа, адамдардың жаппай қоныс аударуына, теңіз деңгейінің көтерілуіне әкеледі. Соның салдарынан көптеген аумақтар адамсыз қалады. Климаттың өзгеруінің салдарында әсіресе кедей елдердің өмірінде өткір болады. Оқиғалардың мұндай болуы мүмкіндігі келесі 200 жылда қайталанады деген болжам бар. 3-ші орында синтетикалық биология. Адам қоршаған ортаға түсетін патогендерді шығаруды үйренгендіктен бұл адамзатқа әдейі жасалған қатыгез әзіл ойын тәрізді. Нәтижесі экожүйелердің бұзылуына әкеледі. Террористер әсіресе биологиялық қаруды қолданған жағдайда не болады? Тағы да гендік инженерия мутацияға және біздің денеміздің патогендерге қарсы тұруға қабілетсіздігіне әкеледі. 2-ші орында белгісіз себептерге байланысты туатын қауіптер.
Біз бәрін біле алмаймыз, және зерттеушілер адамзаттың өліміне әкелетін оқиғалар болуы мүмкін деп болжайды. Мүмкін бұл бөтен өркениеттің шабуылы болар, мүмкін ғалымдардың эксперименттері өркениеттің өліміне әкеледі. Мысалы, аэрозольдердің қоршаған ортаға тигізетін әсерін бұрын адамдарға беймәлім болса, бүгінде ол туралы бәрін біледі. Болашақта бүгін адамзатты, тіпті планетаны жойып жіберетін белгісіз оқиғаларда орын алуы мүмкін. Бірінші орында жасанды интеллект. Күрделі роботтар мен компьютерлерді жасау адамзаттың прогрессі үшін үлкен маңызға ие екені сөзсіз. Бірақ ол жасанды интеллект пен адамдар арасында қақтығысқа да әкелуі мүмкін. Адам роботтарды басқарады, бірақ бәрі өзгеруі мүмкін. Айналадағы барлық материалдарды пайдалана отырып қалпына келтіріп тамақтандыратын әскери роботтар бар. Мұндай киборгтар өркениет өміріне шынымен қауіп төндіруі мүмкін, өйткені олардың өмір сүру деңгейі ең жоғары. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпа.